Күн достар, бүгін біз столдарыңызға арналған, қоюға арналған салфетница тоқитын боламыз. Бізге керек заттар леска, моншақ және қайшы керек болады. Менің моншағым 12-ші размерлі, ал лескам 7-ші размерлі леска. 8-ші размерлі лескамен де тоқуға болады. Ал бисмиллах деп бастайық. Бірінші лескамызға 4 моншақ өткізіп аламыз. Лескамызды ұшын біріктіріп, төменге қарай моншағымызды сырғытамыз. Содан кейін осы соңғы моншақтан ілмек жасап алып, сол жақ лескамызды осы ілмектен өткізіп бекітетін боламыз. Төрттікпен тоқитын боламыз. Енді оң жақ лескамызға 2 моншақ өткізіп, төрттікпен тоқимыз. Біздің лескамызда 1 моншақ бар, оны төрттікке туралау үшін оң жағымызға 2 моншақ өткіземіз, соңғысына ілмек жасап аламыз. Ал сол жағымызға 1 моншақ өткізетін боламыз. Осылай қатармен тоқимыз. Тағы да оң жағымызға 2 моншақ өткізіп аламыз. Сол жағымызға 1 моншақ өткіземіз. Осылай 8 қатар болғанша тоқып аламыз. 8 қатар тоқып алдық. Енді алға қарай бұру үшін лескамызды 9-ші қатарды оң жақ лескамызға 3 моншақ өткіземіз. Сол жағымызға ешқандай моншақ өткізбейміз. Оң жағымызға өткізіп алып, бұрып аламыз. Алға қарай бұрылды. Лескамыз енді осы оң жағымызға 3 моншақ өткізіп бекітіп аламыз. Енді осы қатарды жоғары қарай тоқитын боламыз. Ілмек жасап алып, сол жақ лескамызды ілмектен өткізіп бекітеміз. Ал енді осы астыңғы лескамызды астыңғы 1 моншақтан өткізіп аламыз. Үстіңгі лескамызға 2 моншақ тоқитын боламыз. Түсінбей жатсаңыздар, қайтадан алға қарай жылжытып, қарап тоқуға болады. Осылай басында 3 моншақтан бастаймыз, содан кейін астан 1 моншақтан өткізіп, үстінен 2 моншақ өткізіп тоқитын боламыз. Соңғы 1 моншақ қалғанша осылай тоқитын боламыз. Соңғы 1 моншақ қалғанша тоқыдық. Астынан лескамызды сол 1 моншақты өткіземіз, содан кейін аударамыз. Сол аударған лескамызға 2 моншақ өткізіп, ілмек жасап алып, жоғарыдағы лескамызды сол ілмектен өткізіп бекітетін боламыз. Енді 2 қатар тоқыдық. Енді 3-ші қатарды тоқу үшін оң жақ лескамызға 3 моншақ өткізіп аламыз. Соңғысына ілмек жасап алып, астыңғы лескамызды ілмектен өткізіп бекітеміз.
Енді осы астыңғы лескамызды астыңғы бір моншақтан өткізіп отырамыз. Ал енді үстіңгі лескамызға 2 моншақ өткізіп тоқитын боламыз. Біз үш бұрышты салфетница тоқитын болғандықтан бір моншақтан қысқартып отырамыз. Мінекей, соңғы бір моншақ қалғанша тоқимыз. Астыңғы лескамызды сол бір моншақтан өткіземіз. Ал үстіңгі лескамызды сол өтіп тұрған моншақтан ілмек жасап алатын боламыз. Үстіңгі лескамызды мінекей сол моншақтан өткізіп ілмек жасап алып, астыңғы жаңағы лескаға 2 моншақ өткізіп, үстіңгі ілмектен өткізіп бекітетін боламыз. Мінекей, осылай бекітеміз, осылай тоқитын боламыз. Енді бір моншақтан қалдырып тоқимыз. Мінекей, енді осы астыңғы лесканы 3 моншақтан өткізіп, жоғары қарай көтеріп аламыз. Осылай жоғары қарай көтердік, шығардық жоғары қарай. Енді осы 2 лесканы қарама-қарсы етіп, 1 моншақтан өткізіп аламыз. Жаңа өтіп тұрған моншақтан өткізіп аламыз. Өткіздік. Аударамыз. Оң жақ лескамызға 3 моншақ өткізіп тоқимыз. Жоғары оң жақтан 3 моншақ өткізіп, ілмек жасап аламыз. Соңғысынан астыңғы лескадан бекітетін боламыз. Басында 3 моншақтан бастаймыз, содан кейін 2 моншақтан бастап соңғы жағына дейін тоқитын боламыз. Астынан астыңғы лескамызды астыңғы 1 моншақтан өткіземіз. Үстінен 2 моншақ өткізіп тоқитын боламыз. Қыры шығып келе жатыр. Біз 1 моншақтан тастап тоқып 3 бұрышты салфетница тоқимыз. Соңғы мінекей 2 моншақ қалғанша тоқимыз. Енді соңғы жаңағы моншағымызды 2 моншағымыздан астыңғы лескамызды өткіземіз. Ал енді жоғарыға тұрған лескамызды жоғарғы моншақтан өткізіп ілмек жасап алатын боламыз. Ал астыңғы лескамызға 2 моншақ өткізіп, жаңағы жоғарғы ілмектен өткіземіз. Бекітеміз. Енді астыңғы лескамызды жоғарыға қарай, 2 моншаққа қарай шығарып аламыз. Сосын лескамызды қарама-қарсы етіп өткізіп аламыз және оң жақ лескамызға 3 моншақ өткізіп тоқитын боламыз. Қайталап осылай 1 моншақты қалдырып, соңғы 1 моншақты қалдырып, осылай қайталап 3 бұрышты етіп тоқып аламыз. Басында 3-тікпен бастайсыздар, 3 моншақ салып, содан кейін 2 моншақпен тоқитын боласыздар. Астыңғы леска өзгермейді. Бір лескамызды 1 моншақтан өткізіп отырамыз, астыңғы лескамызды. Үстінен 2 моншақ тоқып тоқитын боламыз. Соңғы 2 моншақ қалғанша тоқимыз. Көрсетіп тұрғанымдай. Енді астыңғы жаңа соңғы моншақты, астыңғы лескамыз сол моншақтан өткізіп аламыз. Ал енді жоғарыдағы моншаққа, жоғарыдағы лесканы өткіземіз.
осылай бір моншақ қалдырып тоқимыз. Мінекей 3 моншақтан өткіземіз астыңғы лескамызды. Қарама қарсы өткізіп аламыз. Содан кейін лескамызды енді лескамызға, оң жақ лескамызға 3 моншақ өткізіп бекітеміз. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Өте әдемі болып шығады. Салфетница столдарыңызға қойсаңыздар, салфетка салып әдемі тұрады, әрі жинақы болып тұрады. Менің басқа да бұйымдарымды көру үшін лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта басқа да бұйымдарды көретін боласыздар. Мінекей соңғы 2 моншаққа келдік. Жоғарысын ілмек жасап алып, астыңғы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Жоғарғы ілмектен өткізіп, лескамызды бекітеміз. Көрсетіп тұрғанымдай 3 моншақтан өткізіп, лескамызды қарама қарсы өткізіп, әрбір соңғы жерге келгенде аударып отырамыз. Мінекей мен соңғысына келдім. Енді оң жақ лескамызға 3 моншақ өткізіп тек бекітетін боламыз. Енді айналдырып шығамыз. Лескамызды 1-2 қайтара. Содан кейін екінші жағын дәл солай етіп тоқитын боламыз. Мінекей көрсетіп жіберіп жатырмын. Соңғы 1 моншаққа келгенде астындағы 1 моншақтан астыңғы лескамызды сол 1 моншақтан өткізіп, үстіңгі лескамызды сол үстіңгі лескадан өткізетін боламыз. Сосын осы астыңғы лескамызды жоғарыдағы ілмектен өткізіп бекітеміз. Осылай дәл жаңағы басында тоққанымыздай тоқимыз. Дәл осылай ұшын шығарып аламыз. Мінекей бір қатар тоқып шықтық. Енді екінші қатарды тоқыдық. Осы екінші қатарда екінші моншаққа келгенде астыңғы лескамыз сол екінші моншақтан өткізіп аламыз. Үстіңгі лескамызды үстіңгі моншақтан ілмек жасатып алып, астыңғы лескамызға 2 моншақ өткізіп, сол жоғарғы ілмектен лескамызды өткізіп бекітетін боламыз. Бізде астыңғы лескамыз жоғарғы қарай шығып, екі жағына қарай бекітетін боламыз. Мінекей дайын бізде. Бұл подставка ретінде де қоюға болады. Екі жағын майыстырамыз осылай. Мінекей осындай салфетница шығады. Өте оңай, бір 30 минутта бітіріп тастауға болады. Өте әдемі, сәнді салфетница тоқи аласыздар. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.